Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өзім сүйсініп жейтін шоколадный сметанник пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге жасаңыздар. Видео ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Қамырымызға қажет заттар: ұн, қант, сары май, жұмыртқа, разрыхлитель. Алдымен сары майымызға қантымызды қосып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Үстіне бір жұмыртқамызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнымызға разрыхлитель қосып, електен өткізіп, массамызға қосып, жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін салафан пакетке салып, тоңазытқышқа 20-30 минутқа қоямыз. 20 минут өткеннен кейін салмасын дайындаймыз. Жұмыртқамызға қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, ерітілген сары майымыз бен шоколадымызды қосып, үстіне какаомызды қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Оның үстіне қаймағымызды қосып, бір рет араластырып қоямыз. Содан кейін қамырымызды формамызға салып, біркелкі етіп жайып, бортик жасаймыз. Мендегі форма диаметрі 26 см. Біркелкі етіп жайғаннан кейін үстіне массамызды құйып, 180 градуста қызып тұрған пешке 40-45 минутта пісіріп аламыз. Үстіне мен ерітілген шоколад қосамын. Өте дәмді әрі керемет болып шығады. Әркім өз қалауынша шоколад жақсаңыздар да, жақпасаңыздар да болады. Өзіме шоколадпен өте қатты ұнайды. Менімен болғандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.